Ал құрметті бауырлар, енді сіздерге әріпті таныстық. 29 әріпті енді. Сол 29 әріптің шығу орындары бар. Яғни махраж. Махраж деген әріптің шығу орны. Тамақтан, тілден шығатын орындары болады. Сол шығу орындары сіздерге махраж әріптерді үйрететін боламыз. Сіздерге көрсетіп, және айқалап, дыбыспенен, тілменен, тамақпенен қалай айтылады, соның бәрін көрсетіп айтатын боламыз. Ал онда кеттік, бисмилла. Мынау махраждың көрсетілген несі. Мына парақты алдарыңызға алып алыңыздар, шығартып алыңыздар да параққа қарап отырыңыздар. Қазір мына жерде махраждың суреті көрсетілген, яғни ауыз қуысынан бастап тіл, тамақ, тіл барлығына әріптің шығу орны көрсетілген. Енді сіздерге соны әріптерді шығу орнын айқалап көрсететін болам. Енді менімен қосылып бірге қайталаңыздар. Бірінші әріптің шығу әдісін былай айтамыз, кеттік онда. Әббә, ибби, уббу. Яғни айқалау керек, дауыспен шығады әріп. Әтті, итти, үтту, әсі, исси, үссу. Тілді тістейміз, қатты тістемейміз, жұмсақ. Әсі, исси, үссу. Яғни мына жерде шығу орындарын көрсеткен. Тілді тістеу, сақау әріптері қалай айтылатын барлығы көрсетілген. Келесі әріп. Әджә, иджи, үджу. Енді келесі әріп, қырналмайтын әріп. Әхха, иххи, ухху. Қырналмайды. Мына жерге көрсетіп қойған. Тамақтың жұтқыншағы жағынан шығады, яғни қырналмай шығады. Әхха, иххи, ухху. Келесі әріп, қырналады. Бұл да мынау жоғарғы жағынан, жұтқыншақтың жоғарғы жағынан, яғни қырналып шығады. Әхха, иххи, ухху. Жуан әрі қырналады. Келесі әріп, жіңішке әріп. Әдді, идди, үдду. Махражды бірге айтыңыздар, күнде осы махражды қайталаңыздар. Келесі әріп, сақау әріп. Тілді жұмсақ тістеп айтамыз. Әзі, иззи. Тілге қараңыздар. Үззу. Қайтадан. Әзі, иззи, үззу. Келесі әріп. Әрро. Деп дірілдемеу керек. Әрро, ирри, үрру. Дірілдемеу керек. Келесі әріп жіңішке, бірақ сақау емес. Әззә, иззи, үззу. Жіңішке. Әссә, исси, үссу. Әшшә, ишши, үшшу. Әссо. Жуан айту керек. Бірінші әсі жіңішке айтылады, келесі сының асы жуан айтылады. Әссо. Исси, уссу, әдда, идди, удду. Жуан айтылуы шарт. Келесі әріпте жуан әріптер. Әтта, итти, утту. Әзза. Тілді тістеп айтамыз. Әзза. Қатты тістемейміз. Иззи, уззу. Әзза, иззи, уззу. Әрра. Мына жұтқын жақтан шығады. Әрра, ирри, үрру. Келесі әріп қырналады. Әғға. Мынаған құсап қатты қырналмайды, бірақ жұмсақ қырналады. Әғға, иғғи, ұғғу. Әффә, иффи, уффу. Әққа. Қ. Қазақта енді қ анық шығу керек. Әққа, иққи, уққу. Әкка. Әкка. Икки, уқку. Әллә, илли, үллу. Енді келесі екі әріпке қатты назар аударыңыздар. Бұл екі әріп қатты ұсталады. Мына әріптерге қарағанда, басқа әріптерге қарағанда қатты ұсталады. Әммә. Ұзақ ұсталады. Имми деп ерінді жабыстыру қажет емес, тек жұмсаңыз болды. Умму, әммә, имми, умму. Мынау әріпте сондай. Әннә, инни, унну. Әшхәду әннә Мұхаммадар Расулуллах деген кезде мим, нун әрпі қатты ұсталуы шарт болады. Әуә, иуи, уу. Қайтадан. Әуә, иуи, уу. Яғни қысу керек. Әхә.
тамаққа қатысы жоқ. Міне, тамақтың о түбінен шығады. Әһә, ихи, уху. Көп бауырларда осы қателік кетеді. Құранда бұл хә әрпі көп кездеседі. Сөйлем аяқталған кезде көп кездеседі. Сол кезде осы хә әрпі білінбей жатады. Негізі әр әріптің ақысын беруі шарт. Махраж соған керек. Әр әріптің ақысы бар. Сол үшін махражды көп айту керек. Құранға түсіп қойсаңыз да махражды өмір бақи тастамау керек. Әһә, ихи, уху. Келесі әріпке бұл ләм мен әлифтің қосындысы болған соң бұған махраж айтылмайды. Яйға айтамыз. Әйя, ийи, уйю. Қайтадан. Әйя, ийи, уйю.